Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін 31-де 17 есеп шығарамыз. Көп мүшені көбейтінді түрінде жазуымыз керек. М квадрат азайту n квадратты мынау екі өрнектің квадраттарының айырмасы түрінде жазамыз. А квадрат минус Б квадрат ол А минус Б көбейту А плюс Б. Ары қарай М квадрат минус n квадрат М минус n М плюс n. Ары қарай минусты жақшаның сыртына шығарсам, жақшаның іші қарама-қарсы таңбамен жазылады. М минус n. Яғни қараңыздар, минус m болып ашылады, минус m плюс n. Яғни таңбалары ауысады. Ары қарай тең, ол тең. M минус n екеуінде де бар. Енді m плюс n келесі. Алдында минус 1 бар деген сөз. Азайту 1. Мына арасында көбейткіштерге жүктеп көбейтіп жатырмыз. Келесі 9x квадрат азайту 4y квадрат. 9x квадрат ол 3x-тің квадраты, 4y квадрат ол 2y-дің квадраты. Қалғанын жазсақ, минус 3x плюс 2y тең. 3x-тің квадраты азайту 2y-дің квадраты. А квадрат минус b квадратқа салсақ, а минус b, а плюс b. Яғни 3x азайту 2y, 3x плюс 2y. Минус жазам, жақшада 3x минус 2y болады. Себебі жақшаның алдында минус болғандықтан қарама-қарсы таңбамен ашылады. Минус 3x минус 2y плюс 2y болады. Сонымен алдында мына минус 1 бар деген сөз. Сонда 3x минус 2y екеуінде де бар. Жазамын. 3x минус 2y. Келесі жақшаға мынаны 3x плюс 2y. Алдында минус 1 бар деген сөз жақшаның алдында. Минус 1. Келесі x куб қосу 3x квадрат. X квадрат жазам, x плюс 3. Азайту 4x азайту 12 минус 4-ке бөлсек, сонда x болады. И минус 12-ні минус 4-ке бөлсек плюс 3 болады. Екеуінде де плюс 3 бар. X плюс 3 жазамын. X плюс 3-ін жазамын. X квадрат азайту 4. Ол x плюс 3. X квадрат 4 деген 2-нің квадраты. Ары қарай x плюс 3-ті жазамыз. X квадрат минус y квадрат, а квадрат минус b квадрат бойынша x минус y, x плюс y болып көбейткіштерге жүктеледі. 81 ол 9-дің квадраты, азайту 3 азайту 8 y-дің квадраты деймін. Сонда мынау а квадрат болып тұр, мынау б болып тұр. Мынау а болып тұр. Сонда 9 қосу 3 азайту 8 y болады. Одан келесі жақсамыз 9 азайту 3 азайту 8 y болады. Енді 9 қосу 3 бізде 12. 12 азайту 8 y. Келесі 9, мына минус тұрған үшін қарама-қарсы таңбамен ашылады. Минус 3 плюс 8 y. 12 азайту 8 y. 9-дан 3 алсақ 6 қосу 8 y. Жақшаны бұлай ашсақ, бізде шығады мынау өрнегіміз негізі ашылған. Көбейткіштерге жүктеді. Келесі x қосу 5-тің квадраты, 16 ол 4-тің квадраты. Мынау а болып тұр өрнек, мынау б екінші өрнек болып тұр. Сонда бірінші өрнек а, x қосу 5 азайту 4 б. X қосу 5, яғни b-ның орнында екінші өрнек плюс 4 тең. Сандарды біріктіреміз. X 5 азайту 4 минус 1 болады. X 5 қосу 4 ол 9 болады. Келесі 36 ол 6-ның квадраты, y қосу 1-дің квадраты дейміз. Сонда 6 азайту y қосу 1 жақшада. Келесі жақшада 6 қосу y қосу 1 тең 6 азайту y минус 1, 6 қосу y плюс 1. 6-дан 1-ді алсақ 5, 5 азайту y, 6-ға 1-ді қоссақ 7, 7 қосу y. Осылай көбейткіштерге жүктедік, арасында көбейту бар. Келесі 3x азайту 7-нің квадратын жазамын. 25 ол 5-тің квадраты. Яғни 3x азайту 7 ол а болып тұр. Екінші өрнек б болып тұр. 5 болып тұр б.
көбейту 3х азайту 7а болып тұр, қосу 5 болады. Тең 3х минус 7 азайту 5 минус 12. 3х минус 7 қосу 5 минус 2. Келесі 4 азайту 5y x-тің квадраты 64 ол 8-ның квадраты. 4 азайту 5x минус 8 көбейту 4 азайту 5x қосу 8 болады. Яғни мынау а болып тұр, мынау б болып тұр. А минус б, а плюс б. Сонда 4-тен 8 алсақ, мына жерде минус 4 азайту 5x. Мына жақта 4-ке 8 орсақ 12 азайту 5x. Мына жақта минус жақшаны сыртына шығар жесек, қарама қарсылығымен жасалады. 4 қосу 5x көбейту жақшада 12 азайту 5x. Видео пайдалы болса лайк басып, подписаться бас.